қазір сол дәстүрге айналдырып жатырмыз ақырын. Ауылда шарап сатпайды. Сол жастар кешке келеді, келсе только спорт жағынан айналысады. Участковыйымыз жақсы, бір келіп кетіп отырады, бірақ біздің ауылға келіп керегі жоқ, өйткені ұрлық ештеңе жоқ бізде. Той думан, қандай жиындар болсын, қазақтың салт дәстүрін өткізетін қандай жағдайлар болса да бізде арақ шарап деген құйылмайды. Барлығы түгел сол ішімдіксіз, тату тәтті сондай жағдайда өтеді. Сондықтан жағдайымыз жаман емес. Кейбіреулер өтір жылайды, өтір жылағанды қайтады. Жоқ деп. Жоқ емес, бәрі де бар. Жоқ болса тойды қалай жасайды? Еші кафеге барып жасайды. Енді Володарканы қойып, Көкшетауға басты бар. Ол енді барлықтың белгісі ғой енді. Ол кейде есірапқа кетіп қояды, соны шатағанды. Бірақ арақ қоймайды. Ауылда тәртіп, ондай тәртіп, құқық бұзушылық деген аса тіркелмейді. Бізде жоқ, өйткені үш атаның баласы ағайындар, сондықтан басқа елдегі шетте келген ешкім жоқ. Ағайынның арасында бір жағындағы ондай не болмаса, ондай құқық бұзушылық деген жоқ деп айтуға болады. Уже біраз жылдар бұрын ұстап келе жатырмыз. Осы дүкенде ақсақалдарымен қаншама нелер болып, сол өзіміз бір шешімге келіп, арақ шарапты сатпайтын болдық. Біраз жыл болды, бір 20 жылдың ішінде болды сатпайтынымызға. Қылмыстық істер болған жоқ, өзім 1,5 жыл міне жұмыс істеймін осында, тағайындалғаным осы лауазымға. Тәртіп жақсы, күнде жұмыс істейміз, келемін осында. Халықпен сөйлесем, 486 халық осында бар, 486 адам тұрады. 102 үй бар. Жақсы.